Mine. Қақ шекесіне тиіпті. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Бүгін міне аңшылыққа кетіп баратырмыз. Бірге ұшпайды. Қасқырда төбетіне тасыстайды. Жігіттің ақиқатын мен айтайын. Жігіттің жігіті жылқымен тасыстайды. Бәрекелді деп айтпайды. Біздің бұл тауда кекілік бар, елік бар, борсық бар, түлкі бар, қасқыр бар. Кекілік көп енді, кекілік биыл жақсы. Кешеден бастап кекілікке сезон ашылды. Сонымен сезон ашамыз бүгін. Ала берсе. Жаңағы Тәнеке деген баласы болды ғой, Тәнеке батыр. Тәнеке батырдың шын аты негізі Нұралы. Оны жаңа Дөсет ата өзі Дәнекерім деп еркелеп кейіннен Тәнеке деп атап кеткен екен. Ол кісілер жаңа 1810 жыл ма дүниеге келеді, 1877 жылы қайтыс болады ғой. Содан Кенесары хан, ол заманның тұсында Кенесары хан қол бастап орыс әскерлерімен соғысып жүрген кез ғой. Сол кезде Кенесары ханды жаңа қырғыздар қонаққа шақырады ғой. Сол кезде Кенесары хан осы біздің тұспен өтеді. Сол кезде Кенесарыны жолдан күтіп алып, Кенесарыға жол көрсетіп Қапалдың тауымен Қырғызстанға өткізеді. Жаңа сол Кенесарының басын жаңа Орманбекпен сол жақта шақырып алады алдап. Орманбекпен кімет тұдан басталады. Сол одан кейін соны естіген Тәнеке 2000 қол жинап неге өтеді ғой? Қырғызстанға кек қайтаруға. Қырғызстанға барады, бірақ қырғыздарға тиіспейді жолдағы. Именно жаңағы Орманбекпен жаңа қасындағы ауылымыз дейді ғой жұрттарын. Барады, соны сол жерде Орманбекті ұстап басын шабады, анау қашып кетеді, оны жолдан қырғыздар ұстап асып. Сол жерден Тәнеке батыр сол Орманбектің ауылынан 500 қырғызды алып келеді осында. 500 қырғызды алып келеді да, мына біздің осы таудың етегінде, осы жерден жоқ дегенде бір 15 километр жерде Қырғызсай деген сай бар. Сол сайға алып келіп орналастырады қырғыздарды. Тәнеке батыр өзі негізі жаңағы кезде Қапал губерния болды. Соны ең алғаш Қапалды салынатын кезде соны бәрін көрсеткен Тәнеке батыр. Тәнеке батыр сол жаңа қырғыздарды алып келіп соны бақылап жүреді екен. Кейіннен біраз уақыттар өткеннен кейін қырғыздардың қашатыны қашып, осы жаққа сінетін сініп кеткен қазақ болып. Оның тарихы сондай досым. Дәусай деп аталатын сай. Қазір осы сайды тас дәуірінен қалған жаңағы таңба суреттер бар. Сол суреттерді қазір түсіреміз, ала берсе. Қандай керемет табиғат деген, тамаша болып тұр. Міне тас дәуіріндегі суреттер. Мынау тау ешкінің суреттері оны. Значит, сол заманда мына тауды тау ешкі мекен еткен ғой. Жылқының суреттері бар екен. Мына жерде де бір суреттер бар да, белгісіз. Мына жерде де бар екен. Нені білдіреді? Жылқы ма? Мына жерде де бар екен. Мына тастың бәрі сурет екен. Тура осы сайдың кіре беріс аузында. Олай берсе сайға кіріп көтеріліп келатырмыз жоғары ана. Тастар.
Қарашыққа мініп алдым. Мына екеуі мылтық атқызбайды, қарашық мылтық атқызады. Содан кейін ұзам міндім. Дес жануар. Жол бастап жақсы көреді. Табиғат керемет. Көздің жауын алды. Қандай күшті болып тұр мұқыш? Сап салқын. Ата-бабамыз осы жерлер үшін білектің күшімен, найзаның ұшымен күресті ғой. Осындай мықты табиғат бар жерлер алып қалу үшін. Қамысы бар екен мына жердің. Жаздың басына дейін су ағады ғой негізі насаймен. Тартылып қалған. Күшті болып жатыр. Yok kaydı. Hasta kanatıydı lan. Тиген жоқ мына. Ой, мына біреу оқ білет, қылжырақ. Yok, vaymat, nazarında oturup duran. Әкеше. Sikit alan, kıştı gelmedi ana be. Сол айтам мына. Tide. Ой, түскірет. Түскір анан. Алла беріп бірге келік алдыған. Бар. Haq şekesine tüttü.
Ана алдыда да кекілік екен. Мына алла беріп бір кекілік алдық. Енді біреу алсақ жетеді бізге. Осы табиғат аясында тамақ ашсақ, сорпасын ішіп қайтсақ сол да жетеді. Арт жаққа алашқан күшті болып кетті. Жоғары, сайдың жоғары жағына алма ағаш бір салғандыр атымыз. Алманы көрейік. Аю жей кетпесе осы күнге дейін. Жылда алма жақсы береді. Осы уақыттарда барсаң аю жей кетеді. Алмасы дәмді енді. Қалай досы охота қылып отыр. Бұйырғанын алды қайда. 2 жыл болды охотаға шықпай алып, биыл шығып тұрмыз міне. Аттарға да жақсы болды. Бір. Енді алма ағаш биыл гүлденбеген ба, алма жоқ вообще. Енді аю жеп кетті. Кекілік айғайлап жатыр, кекілік. Қаш. Мынау нені іздеп жатыр, көрші ана жерде. Бір кекілік атқанбыз. Досымыз таямай жүр. Солмен тік түс. Алдағы тобылғылардың ішінде. Бергісінде. Алдағы астындағы туды. Иә, мына жанындағы тобылғыда. Сол тобылғының ішінде. Ой, сүтін бассыш. Бәрекелді. Қайсы? Көтерші қолды көрсетіп қойшы. Молодец. Биыл көк кекілік көп екен. Бүгін аяқ ас шықты, алла берсе енді келесі жолы дайындалып шығамыз. Бұйырғаны бар, 2 алдық, жетеді. Кәдімгідей қашады екен, Шәмшіғара. Асқалдық. Ауа райы тамаша болып тұр бүгін. Ана кекілікке қарайды. Жағында шүшті. Тоқташ. Қараш, тұрыстыр, молодец. Қолдан қойшы, қараш. Қолды болмастан ол. Ей.
Tastık ettim tastık. Kalk etken dağıl çıkıp koygadım dedi. Sen joğan alganda siyip dur ekenler. Boldum. Boldum. 45 tane. Hey. Hey. Arsa da temedekiler. Екі кекілік алдық. За кекіліктен қуырдақ жасаймыз. Білсе үшін дұрыстап алды ыңғайлы. Бисмилля. Мына тас өзі как раз стол сияқты жасап міне. Сонда жуып жібереміз. Олжас екеумізге бомба қарды. Азаптанып еді көшеде. Жарасқа ұсталатын кездерінде ме? Кімге ұсталдыңдар? Жарасқа. Жаяу кеп. Ол сонда қалай көріп қойып жүрсеңдер дейді? Ауға кіре берісті көріп. Мен мал уақыт кеткен ме? Әтсе мен де olur едім ғой. Бұлай ылғи суббота воскресенье сендер охотаға кеткенде мен ылғи сол кезде қойып алып жүрдім ғой жайды. Отқа қақсап жібересің одайын астынан. Қалған жүнін өтіп.
Şu kazandı koya saman mı? Bir. Kazan turar üstünden ben apat koyup. Ketme şimdi ikisi boy. Vay be. Tuğka kölden enge deyin garelkini götürüp barda olsa gözde. Ne tabiqatda жасап жеген тамақ дәмді болады. Мына біреусі балапан екен, біреусі не екен, үлкен екен. Ulan bağanağı dövüde. Өзім асығып қойдым бәріне, е? Bärini asık, kaytarda asıkla hayatı dedim. Düşürdün mü? Шалқаулық садық, аттан түсіп кетті көзімізде. Бесе түсіп аттан. Болды. Әбден жұмыста отырып жүргімізден бұрын қалай емергеніміз мықты болған, е? Ауылдан 40-50 километр. Жайы ұрып жетті. Arasında bir kaytamaya kalacak koyuyorsun. Тамақ алмай шыққанда, е? İyi, maşına zekletecek. Bekke'ye alıp gitti. Молодец, Берік. Біраз алып кетті ғой, біраз жерден алып кетті ғой, е? Araldan alıp gitti. Шамсың орын алып кеткен үшін мен ол. Evet. Дамбыдан. Көктен жүрек ат. Yerden alıp gitti. Дәк, дайын болды. Қазір енді Evet. Kaç şurada olabilir şakaydı. дос. Мә, бүйтсір. Бүйтіп бір. Қазір кекіліктің сыртындағы қалған үйтіп жібереміз осылай. Айс бері алып кетесіңіз. Yeni. Әке картошкалардың бәрін Kaç fazla atlamayın da. тазалатса да. Свежий картошка var. Toprak. Егіп бердің не картошка? Çok. Havadan alıp gitti. Молодец, кекіліктің бәрін тазалап алдық. Енді пиязымызды тураймыз. Картошка, болгарский перец, май. Газ міне. Так. Қазір кекіліктерді реттеп тастайық. Қызайын дедім май. Майға салды. Шеден бөлінен бұлымнан. Кепа есінде болсын. Мынау мякіт тұратымен. Қазан жақты түрге бір. Болды. Şimdi alıp kalasın oldu. Tamam. Ya ana neyle değil. Alaksın ya.
Ана ет сала бер. Yani kazan turşu turgandık mı? Ettiler, kaldık. Bir geçin gidelim sakla. Geçeyim falan. Çok kaldık. Sonra sarımsakını yedik ketedi ama. Ne bal verdi. Evet, tamam. Ben biri de onu giderim. Şimdiden beri. Kolba kaydı mı? Kolba oturuyor mu? Kafamda. Dayanma. Turşunun üstüne bana. Aldım da. Şimdi oturalım da güzel. Ben de işte soğuk. Мына жерде бұлақ бар. Алла бұйырса ауылдан бір жастарды ұйымдастырып ошақты кеп тазалап бұлақтың көзін ашу керек. Мына жерге бір отырып дем алатын бір беседка жасасақ деген ойда бар. Алдағы уақытта жасаймыз бұйыртса. Оны да түсіріп YouTube каналыма саламын. Дыр. Дыр, дыр. Тазалап қойдық. О, міне. Міне. Керемет. Тұз салып жүр ғой. Kazan döngül 45. bekliyorum. Қолмен ұстап алсашы бір қолмен. Islık mı? Қол бақтан өтті. Bunu kaydan ötüp Естетсір. Керемет. Табиғатта.
Қалай жанып жатыр, әдемі. Су құя салу керек болды. Суын құйып жатырмыз мына жерде. Бұйырған екі екілік өзіміз ауылдан шыққан кезде айтқанбыз, екі екілік алса жетеді деп. Екі екілікті алдық. Бұйырған жетпейді, қуған жетпейді. Алдағы уақытта бұйыртса қазанды да өйтеміз. Біз қазаным біз. Мына өзі. Как раз үш адамға жететін қазан өзі. Жазы поле осымен әкелдіңіз ғой не тамақ? Yok, аны ақ кастрөлі екен. Ағаңызда қыдырумен болма. Батыс Қазақстанға барын. Оңтүстік Қазақстанға барын. Жазбы больницада болды ғой. Картошка көп тоқтайды ма? Басылады ғой. Қайда кіршіксін бол жағасы ғой. Жоқ ойна. Алла берсе тамағымыз дайын болды. Жел соғып тұр. Қазір тамағымыз ішіп аламыз да қайтамыз. Жақсы қазақ елі, келесі демалыстарда тауға шығып жатсақ, етекке барып жатсақ салып отырамыз. Көріп отырыңыздар. Қолдап отырыңыздар. Ста бір сүйікті. Қалай болыпты? Ас болсын. Ас болсын досым. Жақсы ал. Келесі кездескенше. Бисмилля көрейік. Исмайл аға сияқты. Бүгін ұжым ғой. Ана берсе мусорлардың бәрін жинастырып өртеп кетіп жатырмыз. Қоршаған ортаны ластамайық. Қайда барсақ та таза ұстайық. Тамағымыз да дайын болды. Керемет. Ал жігіттер ас болсын.